Төбеттің аты Мани. Бодо Шефер шығармасы желісімен. Бірінші серия. Манимен танысу. Менің атым Кира. Мен баяғыдан бері ит асырауды қатты армандайтынмын. Бірақ біз тұратын пәтерде жануар ұстауға рұқсат болмады. Кейін біз шағын жер үйге көштік. Мен қатты қуандым. Бірақ ата-анамның ақшасы жеткіліксіз болғандықтан маған ит сатып алып бере алмады. Бір күні таңертең ана мені оятып, «Кира, тез тұр. Үйдің алдында ит жүр екен», деді. Біз ол итті ветеринарға апардық. Ол өте мейірімді, ақылды лабрадор екен. Иесі табылғанша біздің үйде тұратын болды. Мен бақыттан жарылардай қуандым. Онымен серуендеуді, ойын ойнауды, бірге уақыт өткізуді бастадым. Бір күні таңғы ас үстінде біз итке қандай ат қоятынымызды сөйлестік. Мен, «Оның аты Мани болсын», дедім. Әкем таңғала қарап, «Неге Мани?» деп сұрады. Мен күлімдеп, «Өйткені Мани деген ақша деген сөз, ал біз Мани деп шақырған сайын ақша бізге келеді», дедім. Сол күннен бастап ол біздің Мани болды.